Асқазаны ауырып, асқазанын тексерту үшін ФГДС процесінен өтіп, түсінікті тілмен айтқанда шланга зонд процесінен өткен жандардың біздің видеолардың астына қалдырған пікірмен бөліспек етейін. Менде неге тонзиллит болды десем, содан ба екен? Менде тамағым еш ауырған емес. Жылда 2 жылда бір шланг жұтамын, асқазан мазаласа. Мүмкін содан ба, енді 1 жылдай болды, тамақта бір түйін бар, тонзиллит дейді. Менде жұтып, өңешім түйіліп ауырады. Асқазанымда тамақ қорытылмайды, кекіре беретін болдым. Шланга жұтып, өңешімді жыртып кетіп, ыстық іше алмай бір жеті ақырет көрдім. Осы видеоның астына шын пікірмен бөліскен біздің оқырмандардың комментарийін сіздерге оқып бердім. Ал айтпай отқандар адамдар қаншама. Егер сіздің асқазаныңызда нақты мәселе болып жүрсе, біздің кванттық бионализатор аппаратына диагностикадан өту арқылы сіздің асқазаныңыздың жұмыс жасау функциясын дәл анықтап алсаңыздар болады. 90% дәл анықтап береді. Сонымен қатар бүкіл ас қорыту жүйесін түсіріп біліп алсаңыздар болады. Толыққанды ақпарат алу үшін төменде WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз. Ұзақ созып жүре бермей тезірек әрекетке көшіңіз.